додырханаға барып жұмысын жасайды, үйіне барса маратон көріп тұр дейді да. Маратонды көріп тұр дейді. Өйткені ол 5-6 класс оқып жүргенде линейка кірген да көзіне. Линейка кіріп, содан көзді инвалид нышасы бар адам. Мұны сол көзіне көмектесіп тұр. Кеше Таразда бір кісі аға ролда отыратын кісі көзі көрмей қалған кісі. Енді операция жасаймыз деген кезде осыны енді әйел адамдар естіп қоямыз ғой бұндай нәрселерді. Әйелі естіп қойған осындай керемет көз өлімі бар деп. Сосын кейін ол кісі барып қолданған 5 күнде көзі көріп кетті. Не болды? Додырханаға барған кезде додырхана жаңағы мынандай нелер бар ғой, қағаздар бар ғой. Алып барған не көзіңізді операция жасауға бола ма деп. Жоқ деп отказ жасады. Ондай отзывтар өте көп. Мына Талғар ауданында, Талғар білесіздер ғой Алматыда, 85 жастағы апа 5 күнде құлағы естіп кетті. Көрдіңіздер ме? Бұл енді чуда қалам. Одан отзыв көп біз айтып тауыса алмаймыз. Сол үшін любой жерге барғанда қолдарыңызда бір көз өліммен бір спирей жүрсін. Бір көз өліммен бір спиреймен бетіне шашсаңыздар бетін тартып бастайды, көз өлімді көзде жасаңыздар көз ашылып бастайды. Содан кейін адамдар өзі ақ жүгіреді. Продукция жұмыс жасайды бұл жерде. Біз продукцияны жаңағы қандай шөп, мысалы қалғаман больницада бір нейропатолог болған. Сол кісінің көзіне жауап берген мен. Екі көзіне. Ол кісі бұрын неде істеген екен? Армияға барған, сол кезде бастан соқ қалған екен да. Содан қайтып екі көзім қызарып тұрады дейді. Душ қабылдап шықсам да, ваннаға түссем де, ваннаға барсам да екі көзім қанталап тұрады дейді. Сол кезде біз презентация барысында ғана көзіне 3 рет жауап бергенбіз. 3 рет па 4 рет. Сол ертесіне жүгіріп келіп 475 мыңға тіркеледі ғой. Мынау қандай күшті продукция. Өйткені сол күні ол душ қабылдаған көзі жандырымдай қызармай қалған. Мына продукция қандай керемет кім алып келді деп біз іздеп жүріп артымыздан осы продукцияны алған жайы бар. Сол үшін бұл продукцияны арттарыңыздан іздеп жүріп адамдар алатын болады. Грижаны емдеп жатыр. Осы жерде кімде отзыв бар, айта аласыздар ма? Февральдың 18-інде Түрісалыңыз қалқы қарап айтыңыз. Мен осы қарындашты февральдың 18-інде келдім, ол кезде офисана Розада Киевада болады. Сол кезде Ардақаны мен мына көзім деген мен апрельдің осы 14-не не жазып берді маған. Операцияға порталға жазып берді. Мына көзімнің мынандай сүйегі қатты ауыратын. Көзім қызарып, телефон қарай алмай, мына ертеңгісін тұрғанда мына көзім жабылып қалады. Бұлшық басым ауырады, телефон қарай алмаймын, жүрегім қандай енді сұмдықты. Сосын кейін екінші жаққанда уже ауырған жоқ. Сосын кейін екінші, үшінші күні тағы жағып жүрдім. Сосын Ардақаным маған қарызға берді. Ол кезде Қытайға бердік қой біз заказды. Сосын кейін сол қарындашты жағып жүрдім. Қазір Аллаға шүкір, көзім ауырмайды, телефон қараймын, басым да ауырмайды, жүрегім де айнымайды. Машинеде отырғанда, автобуста отырғанда телефон қарай алмайтын, жүрегім айнымайды. Сосын кейін менің мына грыжам бар. Белімде грыжам бар, сосын Ардақаным айтты, бүйтіп беліңізге айналдырып бүйтіп жақсаңыз, сосын сіздершіндер ауырғанда жанымды шығарады, түнде ұйықтай алмаймын. Ауырғанда енді грыжасы бар адамдар, сіздершіндер бар адамдар білетін шығар, ауырғанда енді жанымды шығарады. Сосын кейін бір как раз сол күні ертең тұра алмай қалдым, белім жойылып қалды, соны қысалаңдап жүріп, сосын балам туған күнде бара алмадым да, соны айттым, мен енді ауырып қалдым деп. Соны 2 күн жақтым, даже үшінші күні мен даже ұмытып кеттім, что менің белімнің ауыратын, грыжам бар екенін ұмытып кеттім. 2 күннің ішінде менің Аллаға шүкір қазір белімде жазылды. Сіздер үшін еркім де ауырмайды, көзім де ауырмайды, басым да ауырмайды. Мына тамақ, құлақ, енді немеремнің суық тиіп мұрнынан су ағып түшкірсе, бүйтіп мұрнына жағам, мына ішіне жағам, құлағына жағам, тамағын өзіме де жағам. Қазір 4 қарындаш бар. Скорый помощь деп айтасыздар, үйде тұру керек, әрбір үйде мына. Любой жерлеріңіз ауырады, қай жеріңіз жанарсы бүкіл емес қой. Сөйтіп баланың температурасына да, баланың ангинасына, гармаритке емдеп жатыр. Просто его можно для профилактики мазать. Найшпирин, 24 сағатта не болады? Ағза тазалау деген, сол жерде біз осы жерде марафоннан өзімізге өте үлкен пайдалы нәрселер аламыз, е? Енді қараңыздар, е? Ағза тазалау бірінші дейді, 7 күн тамақтан тыйылу, денедегі майды ыдыратып жазыңыздар. 7 күн жазыңыздар. 7 күн тазаланудың пайдасын айтайын сіздерге. Просто біз айта береміз, токсин тазалау дейміз да.
Яғни 7 күн тамақтан тыйылу денедегі майды ыдыратып дейді, жұмсартып, зат алмастырып, және ішкі мүшелердің қызметін жақсартады. Бірінші. Екінші, 7 күн бойы дейді, тұз тұтынбағаннан кейін, біз тұзды тамақтанып қаламыз ғой, бүйректің зат алмасуын жақсартып, бүйректің ауыртпалығын жеңілдетіп, қан тамырдың бүйірдегі майды ыдыратып, қанның айнасын тездетеді екен. Сондықтан өң әлпетіміз нұрланып бастайды екен. Екінші, бұл сіздерді тұз тұтынбағандықтан дейді. Үшінші, асқазандағы көп мөлшердегі үлкен ашқазандағы дейді азықтықтарды. Яғни асқазандағы азықтықтарды жеу үшін үлкен ми не дейді? Үлкен ми не істейді? Қан, жаңағы оттегіні қанмен не қылады екен, жеткізеді екен, үлкен мидың жұмысы. Ал біз ашыққан кезде асқазанымызда жаңағы үлкен мидың қызметін жақсартып, қанды тез бүкіл арқазанымызға жеткізеді. Сол үшін 2 күннен кейін біздің басымыз ауырып бастайды. Көп адамдар айтады, мен басым ауырды. Өйткені үлкен мидың рискі қосылады екен. Асқазанның жұмысы жеңілдегеннен кейін. Біз күнде 3 уақыт тамақ жеп алады екенбіз да, асқазанымыз байқұстар шаршап, жаңа үлкен миымыз дұрыс жұмыс жасамай, біздің жаңағы азықтығымыз адамдар не қылады екен? Тұншығып жатады екен. Түсіндіңіздер ғой? Мынаның үшінші ретті пайдасы сол. Үлкен мидың қызметін жақсартады, үлкен ми біздің қанды бүкіл денемізге бүйтіп жеткізіп беруге көмектеседі. Яғни кислород дейміз, соның барлығын жақсартады. Және мазасыздану, көңіл күйі. Адамдар жалығып жүреді, мазасызданып жүреді ғой. Шаршап жүреді, стресс жүреді, солардың барлығын көңіл күйін көтереді дейді. Адамдар айтады, мен рахаттанып қалдым, жақсы болып қалдым деген өте көп естисіздер. Көңіл күйім өте, мен жеп-жеңіл жүріп жатырмын дейді. Өйткені асқазанның қызметін жаңағы жеңілдеткенде. Төртінші, 7 күн азықтану дейді, өкпенің өміршеңдігін күшейтеді дейді. Жазыңыздар. Өкпенің өміршеңдігін күшейтеді екен. Яғни, бесінші, жаңағы 7 күн тамақтанбау дейді. Яғни, жеңіл тамақтан 12 сағатқа барғанда дейді, 12 сағат ішеміз ғой. Осыны ішеміз, 12 сағаттан кейін біздің гормондарымыз өте жақсы жұмыс жасайды екен, 12 сағатта. Майларымыз жанданады екен. 24 сағатқа барған кезде бүкіл қабынулардың 24 сағат дегеніміз 2 күнде бізде шығады. Сөйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын. 24 сағатта сіздің бүкіл қабынып жатқан нелеріңіздің барлығын шығарады екен. Сіздер өзіңіз емдеп жатсыздар, продукция емдеп жатқан жоқ. Біздің ашқазанымыз өз жұмысын жасау арқылы, организмдеріміз өз жұмысын жасау арқылы бізде қабынулар бар ғой. Бұл қабынулар соны мыналар емдеп жатыр мына жерде. Қабыну. Көрдіңіздер ме? 24 сағатқа барған кезде мынаны дейді, 24 сағат ішкен, 2 күн ішкен кезде дейді, біздің қабынулардың бүкіл жүйелері жұмыс істейді дейді. Жаңа қабынуларымыз қайтады дейді. Қабынулар пайда болады. Мысалы, асқазан қабыну деген бар ғой бізде, сол қозғалады. Бұл соны емдеп бастайды. Асқазан қабыну, мидағы қабыну, ішектегі қабыну. Солар біздің продукциялар клеткаға дереу барғаннан кейін, мысалы, мынау 5 минутта қанға барады екен. 10 минутта бүкіл организмімізге барады екен, мына коллаген. Мысалы, мына коллагенді бір стакан ішкізетін болсам, мен сіздерге 5 минуттан кейін бастам сіздерді күштеріміз күшейіп алады. Яғни сондай эффектілі продукциялар дейміз. Ал 48 сағатта дейді, бүкіл денедегі жуан шектер дейді. Аш шек, тоқ шек, құрғақ клеткалар бөлінеді дейді. 48 сағатта адамдардың денелерінен сыртына қарай бір нәрселер шығады. Мына беттері түлейді. Сосын кейін қызарып бірдеңелер шығады. Тері аурулар болса әсіресе. Бір нәрсе шықпайды, сыртқа қарай шығарады дейді. Түсіндіңіздер ме? Ішіндегі оттарды сыртқа шығарады дейді 48 сағатта. 78 сағатта дейді. Ақ клетка, рак клеткаларымен жұмыс жасайды дейді. Ракпен жұмыс жасайды. Рак клетка дегенде әр адамның денесінде рак клеткалары бар, соларды өлтіреді деп тұр ғой. Түсіндіңіздер ме? Яғни 72 сағатта рак клеткасын қалпына келтіреді, не деді? Денеге ақ клетка қалыптастырып, рак клеткаларын не қылады дейді, кішірейтеді дейді.
денедегі рак клеткасы азаяды. Ол дегеніміз сіздің ауруларыңызды шығарып жатыр деген сөз дейді. Рак клеткасын не қылады, өлтіріп. 12 сағатта не істейді, 48 сағатта не істейтін білдіңіздер, 78 сағатта. Ол 7 күндік тамақтанбай, осы очистканы ішкен кезде сіздің неге тамақ ішпе дейді, өйткені сіз тамақ ішсеңіз, тамаққа тойып алады дейсіз да, ашқазаныңыз қадалып түседі екен, ішегіңіз өз жұмысын жасайды. Сөйтіп сіздердің күнделікті жұмысыңыз, күнделікті ауру клеткаларыңыз өзінде қалып қояды. Ал 7 күн тамақтанбаған кезде сіздердің бауырыңызда, асқазаныңызда солардың жұмысын күшейтіп жібереді екен, былайша айтқанда, түсіндіңіздер ме? Ана асқазан тамақ құртпайды, тек қана су қорытып отырады, су барады аналар басқа организмдеріңізге жеткізіп отырады. 7 күнде сіздер сөйтіп старий клеткаларыңызды өлген, сынған, бұзылған, үйде кірпішпен қалаймыз ғой, мынандай, үйде кірпішпен қалаймыз, мынандай, мынандай кірпішпен қалаймыз. Мына кірпіш мұжырайып, сынып тұрса, не болады? Ал осы продукциялар, осы сынған клеткаларды, мұжыраған клеткалар новый кірпіш қалап береді.